Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Мамытбекова Фатима. 9-шы сынып қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Алаш идеясы. Бүгінгі сабаққа берілген оқу мақсаттарымен таныс болыңдар. Мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтер жинақтап, сілтеме көрсетіп жазу. Бағалау критерийлары. Мәтінді түсініп оқиды, өзектілігін анықтайды. Өз ойын айтып, қорытынды жасайды. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрайды, мәліметтер жинап, сілтеме көрсетіп жазады. Балалар, ой қозғай отырып, өткен сабақты еске түсірейік. Алаш ұғымы нені білдіреді? Алаш партиясы қай жылы құрылды? Алаш қозғалысы ұйым ретінде қай жылға дейін жұмыс істеді? Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ұлттық қозғалыс, национальное движение, отарлық езгі, колониальное угнетение, белсенді, активный, көш бастаушы, лидер, негізін қалаушы, основатель, үндеу, обращение. Жаңа сөздерді тағы да бір қайталайық. Ұлттық қозғалыс, отарлық езгі, белсенді, көш бастаушы, негізін қалаушы, үндеу. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, өзектілігін анықтаңдар. Мәтін бойынша қорытынды жасаңдар. Алаш қозғалысының негізгі идеясы демократиялық қоғам қалыптастырып, сөзсіз еркіндік пен дамудың алғы шарты ретінде қазақтың ұлттық мемлекетін құру болатын. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекеті сол идеяның жемісі. Алаш идеясы жалпы адамзаттық құндылық этикасын сақтай отырып, елді еркіндікке шақыру еді. Тарихшы Мәмбет Қойгелді «Тарих күрес алаңы» кітабында Алаш идеясы жайында елім деген қазақтың оқыған азаматының надандық пен отарлық езгінің құрсауында тұншыққан жұртын азаттыққа шығару, өзгемен тең ету жолындағы қызметке әзірлігін білдіретін шешімі және осы мақсат үшін күреске шақырған үндеуі болатын дейді. Әлихан Бөкейханов жай қатардағы ұлт-азаттық қозғалыстың белсенді тұлғасы емес. Ол жаңа мазмұн сипаттағы қазақ азаттық қозғалысының негізін қалаушы, көш бастаушысы. Балалар, үшінші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттарды тексеріп, сәйкестендіріп айтыңдар. Жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Мәтін мазмұнына сәйкес сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. Ал қазір балалар, осы алаш идеясын ұстанып, алаш қозғалысының көсемі болған Әлихан Бөкейханов туралы қосымша мәліметтермен таныс болыңдар. Ялдары бірігіп, алаш ұйымын құрып, ел бүтіндігі үшін өз күресін бастады. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап халғарам боп, қазағым енді жату жарамасты деп, Міржақып Дулатұлы жырлағандай, алашордалықтар жаңа құрылып жатқан большевиктер өкіметімен жер, шекара мәселесін шешу ең үлкен мақсат болды. 1920 жылы жер, шекара тағы басқа мәселелері бойынша Әлихан Бөкейханов бастаған 15 алашорда мүшелері Мәскеуге сапарға шықты.
Қызыл Кремльге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков ең бірінші рет Ленинмен жолықты. Сәлем беруіне қарамастан, қызылдардың көсемі оларды суық қарсы алды. Қазақтарға селқос қараған Ленин өзінің нөкерлеріне калмыктар келді деп кекетіп ежелгі славян тілінде сөз тастағанда, Әлихан да сол тілде жауап берді. Ленин Әлихан ағамызға неміс тілінде сұрақ қойғанда, Бөкейханов оған неміс тілінде жауап қайтарды. Осы кездесуде Ленин мен Әлихан Бөкейханов 9 тілде сөйлескенде, кеңес басшылар таңырқап қалған. Әлихан Бөкейхановтың білімі Лениннен де жоғары екенін байқаған Әлімхан Ермеков Ахмет Байтұрсыновтың қолын қысып, өз ризашылығын білдірді. Жер мәселесін қорғау процесінде баяндама оқыған Әлімхан Ермеков нақты деректерге сүйене отырып, экспедиция құжаттары арқылы ғылыми түрде қорғады. 1920 жылдың 10 тамызында басталған пікір талас бірнеше күнге созылды. Ең қиын мәселе Сырдария, Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Астрахан, Ферғана, Самарқан губернияларында тұратын қазақтар 54% құрайтынын дәлелдеді. Баяндамашы Әлімхан Ермековтың дәлелі бойынша қазақ жерінің көлемі 3.146.922 квадрат километр кіргізді. Осындай пікір таласты естіген Ленин 12, 14, 18, 19 тамыздағы комиссия отырысында өзі қатыса бастады. Әлімхан Ермеков ата-бабамыздан қалған мұра жерді қорғау үшін барын салды. Сталиннің бір сұрағында 5,5 миллион аз қазаққа осынша жер не керек деген сұрағына мал шаруашылығы үшін ауқымды жер талап ететінін айтты. Ол туралы Ахмет Байтұрсынов былай деген: егер қазақ отырықшы болғанда кісі басына 10 десятина жер үлестет, көшпенділіктің арқасында ұлан-ғайыр жеріне ел кетеді деген дәл келіп отыр. Ең үлкен ауыртпалықты иығымен қазақ ел үшін көтерген Әлихан Бөкейханов 54 жаста, Ахмет Байтұрсынов 47 жаста, Әлімхан Ермеков 29 жаста еді. 1920 жылы 24 тамызда Әлімхан Ермеков шекара мәселесін толық дәлелдеп, мәселені шешіп, қуанышпен шыққан кезде Әлихан Бөкейханов Ленинға қайта кіріп, бұл мәселеге тезірек бұйрық шығаруын талап етті деп жазады тарихшы ғалым Тұрсын Жұртбай. 26 тамызда қазақ автономиясының шекара жерлерін бекіту туралы заңы күшіне еніп, ақпарат беттеріне басылып шықты. Алаш қайраткерлерінің ел үшін жасаған ең үлкен жеңіс еді. 1922 жылы Атырау өңірі мен солтүстік қазақтың жерлерін алып қалу да оңайға түспеді. Сұлтан Махмұд Торайғыров айтқандай, қараңғы қазақ көгіне үрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлағандай, Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлерінің қазақ халқы үшін еңбектері ерең. Осындай талқыдан кейін қызыл өкіметтің көсемі тісін қайрап, мыналарды бағындыру оңайға түспейді деген екен. 1929 жылы 2 маусымда Әлихан Бөкейхановтан бастап алаш зиялыларын қамауға алып, 1937 жылы атыла бастады. 6-шы тапсырма: шығармашылық жұмыс. Балалар, мына берілген тақырыптардың біреуін таңдап, тақырып бойынша түрлі стильде мәтін құрап жазыңдар. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді пайдалансаңдар болады. Мәліметтерді жинақтап, сілтемесін көрсетіп жазыңдар. Бірінші тақырып: алаш идеясы және бүгінгі Қазақстан. Екінші: алаш партиясының негізін қалаушы Әлихан Бөкейханов. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында алаш идеясы тақырыбына кластер құраңдар. Алаш қозғалысының негізгі идеясы, алаш идеясы жайында, алаш қозғалысының көшбасшысы жайында жазып, диаграмманы толтырыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа 3-2-1 стратегиясы арқылы кері байланыс жасаңдар. Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат туралы, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспект туралы және бүгінгі сабақта ұнаған бір іс әрекет туралы жазыңдар.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.